Баршаңызға сәлем достар, жаңа пост парақшасына қош келдіңіздер. Бүгін бізде жаңа лаб рубрикасы, сіздермен бірге мен Рауана және қасымда. Кім деп ойлайсыздар? Та-да-да-да-да-да, өте қиын бұл жауаптың сұра. Аха, Лаура! Таламайды деп уайымдаған едік негізінде. Иә. Біз негізі осыдан бір ай бұрын көп заттарға тапсырыс берген едік, және солардың барлығына қазір біз анпакинг жасайтын боламыз. Ал ендеше кеттік, әкеліңіздер. Мынау қазір трендовая сумка деп бекеміз беріп қой, помнишь? Иә, көрейік. Хоп. 2024 жылы трендті айырған сумканың бірі бұл полен сумкасы. Қоңыр түсті. Уже құсқым деп кеткен еді, бұл сумканы если честно қалады. Так, что у нас по качеству? Ну, на магнитиках. Андай универге медицинада оқитын қыздар болса, мен дауысын медицина деп қойайықшы. Медицинада оқитын қыздар болса, ішіне халаттарыңызды салсаңыздар болады, болмаса сабаққа барған кезде дышы формаларыңызды, или мен сияқты ішіне киесіздер ма? Рубашка ішіне дышы форма көрініп тұрады. Так, ну, инкубатор сумка болды, не керек болса, негізі биыл бәрі тақты, әдемі, просто алатын едім мен, но просто алмаймын да. Ішінде мынандай несі де бар екен, кошелек, типа. Бойынсқа. Качествосы керемет, 10-нан 10 баға қойық. Сосын ішінде мынандай бар екен. Иә. Өте пайдалы зат негізі. Жаңа пост арқылы берсеңіздер болады. Суға араластырып ішесіздер. Yes. Өлі. Тура оригинал сияқты ғой, иә? Сырты қараш, USA. Түр бермейді, оны қараш. Yes, USA. Вау, офигеть. Короче, егерде подарка берем. Я пыльник тоже прикольный. Качествосы тема, я бы сказала прям. Менде гес оригиналы бар. Салыстырып көрейікші кішкене. Мынандай менде сумка. Мынау Пиндоштан берілген гес. Енді достар, қыздар, біз Пиндоштан осында гес сияқты сумкаларды беріп, типа оригинал киген сияқты прикидываться болады. Ну, кожа. Ешкім байқамай да қалады. Кожа күшті. Так, ішінде ремешок шықты, иә? Иә. Отделы дофига. Туалетный қағаз бар ме еді үйінде? Қатты тиеді ғой бұл. Мыш болды уже. Бит. Иә, кітаптың орны жақсы, иә. Так, күшті кармашықтары бар. Не дейміз енді? Мынандай. Ішінде прям мынандай логотипмен. Ну, все как в оригинале. Оригинал сияқты шынымен. Просто гестен пакетін сатасаңыздар болады, да? И біреуге сыйлап жүрсеңіздер де болады шынымен. Ешкім білмей қалады. Прикольно, 10-нан 10. Еще расцветка такая шикарная. Бағанағы айванс екен ғой жанында. Керемет лучше. Келесі сумка. Так, 10-нан 10. Пыльнигімен еще. Ремешогымен. Шикарно. Так. Біз енді қайшымен қырқылып етіп, әдемі қылып ашу жоғынан өйткені етіп ашсақ, біздің түрімізге жараспайды да ол. Кондуктор апайын. Так, онкология, кардиология, страховство. Сдачаны шарт береді ғой. Біз бүгін туалетный бумагаға баймыз, достар. Іштері пісті, ол қалта шығара берген ба? Не деген ремешок, минимализм ол. Жоқ, сумка андай іш пыстырарлық деп. Ауызы көп на ауызы. Мынандай не бер жеріпті, ремешок. Ну, қалтасы көп болған әдемі ғой негізінде, бірақтан да баға беретін болсақ. Міне қара, 1, 2, 3, 4, артынан 5. Астында жоқ па көш? Жоқ екен. Қатырат ше. Бірақ качество жағынан жаман емес. Сен таңдадың ғой негізі. Біз кезек таңдағанбыз. Короче, жағына... В общем... Короче, блядь, 2-ден 10. Качествосы барса, Жоқ, нормально, но қай бетімізбен осындай сумка бергеміз? Химия апай. Тарих апай. Тарих апай ма? Так, басынан ұр жүретін сумка. Арамызда қалсын бәрі. Неғып ренжіп тұр. Бүйтіп тұр осы сумка. Так, сумка. Просто сумка деп. Тас балдар. Сабақта кім жоқ?
дейтін апайлардың Тынышатар! иә. Так, ашып көрейік, что у нас тут имеется. Жарам, қорқып кетпеңіздер. Хотя бы беу, я уважаю эту сумку, что андай Ладно, жүрбе. жыланның терісі жоқ та, андай апайларды сияқты, андай без ничего, да, сол сен хотя бы. Так, подождите. Қамшы манау шашы, аузыңды жап. Так. Ну, минималистичная сумка, которая подойдет. Негізі, я оннан 5 деген баға беретін едім. Нормально, качество средний. Негізі біз бұл сумкаларды өте арзан бағаға алдық да. Мы просто хотели посмотреть, да, на качество в целом қалай келеді деп. Но күшті. Заказ бере береміз ше. Күшті, надо. Иә. Единственное, жақтарынан бұл қапты. Но ничего страшного. О, это, мне кажется, тоже гес сияқты. Жоқ. Давайте наш. Мынандай сумка не етін еді? Формасы? Bottega. Bottega? По-моему. Или я ошибаюсь. Сұр түсті. Сұр бұлтсыз. Ана мраморный кожадан жасалған. Абайдың өлеңін оқып жатсам неге менің сөзімді бөлдің? Сұр бұлтсыз су қаптайды аспан. Айтып болдың ба? Иә. Мраморный кожадан жасалған, нақта бір ремені бар екен да. Ремендеріңіз жоғалып қалса, осы жерден алып киіп кете бересіздер. Өлі! Әлемдегі ең арзан прикол болды. Үйде подушкаң бар ма еді? Ішінде бір подушка бар екен. Ішінде не ремешогы. Ну, качествосы так себе, если... екі ремешогы бар, Ева. Качествосы так себе. Шетінде қалтасы бар. Ну, минимализм. По сути, менің образыма әлем кеп тұр, если честно. Негізі намен тақсаң әдем сияқты. Потому что стильный кеп тұр, да? Ja. Нормальная сумка. Блин, качествосы күшті екен. Ну, как деним сияқты, джинсовый сияқты, но джинсовый емес. Бұл, по-моему, эко-кожа. Вот. Так. Еба! Қай жылдан ұрлап кеткенсіңдер называн? Жоқ, анау. Аталардың туфли бар еді ғой. Тойға киетін. Тура сондай расцветка ғой, ну. Типа винтажный стиль, как я понимаю. Әжем көрсе ше. Портфельдер болатын еді бұрында осындай. Бұрынғы андай жылдары ұзын портфель. Ішінде документ сақталатын. Бізде үйде бар еді сондай. Ішінен еще сюрпризі тағы да бір осындай бір ремешогы бар. Прикольно, негізі. Негізі винтажный стиль такой. Да. Ну, ішінде отдел жоқ. Извините меня, но сыйымды сумка. Винтажный стиль. Тағатын бедің өзі тойға. Тағатса винтажный стиль. 50 оттенков винтажного стиля деп. Тағатын бедің тойға. Бұны или қаға тағатын сен? Ну, осылай, күнделікті повседневка. Смотрите, как прикольно смотрится с пиджаками. Специально нандай ремешок ұзын да, нандай, чтобы андай курткалармен киінге. Бұлар біздің вкусымыз жоқ деп ойлап қалатын болды. Сіз ойлап қалатын болды, иә? Иә. Онда прикольно. Келесі. Мен осы сумкаға бар үмітім. Әдем болып шықсын. Еба! Hermes! Кешіріңіздер, бұл сумканы беретін кезі не шеккенімізді білмеймін, әйтеуір. Әдемі ғой беу. Такой стильный шынымен. Просто мұжылатын болмаса формасын. Негізі бағасына стоит сумкалар барлығы. Hermes'ті... Цвет ұнап тұр. Hermes оригинал десең бәрі сенеді. Потому что бұндай цвет ешкім сатпайды, потому что олар тентек емес. Неге үйтіп келді? Маған стильно сияқты. Ты бы носила? Да. Куда? Ну так, съемкаға бір киіммен фиолетовый үйтіп салатын едім қолыма. Вообще кринж болды. Качествосы онша емес екен, кринж, иә. Кеттік. Замшама бұл не ол? Не мынау? Бір шалбардың артығы мынау? Еба. Достар, мына сумка қалай сіздерге? Неге бұл ұзын болып келді? Әдемі осы.